Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, үлпілдеп тұратын лимонды пирогтың рецептімен бөлісемін. Бөлме температурасындағы сары май мен қантты алып жақсылап миксерлейміз. Менде сары майым жақсы ерімей қалып, дұрыс миксерленбегендіктен мен бірден жұмыртқаны қосып жібердім. Жақсылап ақ көбік болғанға дейін миксерлейміз. Бір лимонның қабығын осылай үкіштен өткіземіз. Цедрасын үкіштен өткізіп болған соң лимонды екіге бөліп, ішіндегі сүйегін алып тастап, тек қана согын құямыз. Соңында сүт қосып, жақсылап араластырып, үстіне ұн және қопсытқыш қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, тестосын құйып, 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Менің формамның диаметрі 20. Егер сізге үлкен пирог керек болса, осы құрамды 2 есе көбейтіп жасасаңыз болады. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, үлпілдек, биік болып піседі, ал лимонның иісі мұрынды жарады. Қалауыңызша лимон согы мен сахарная пудра араластырып, бетіне глазурь құйсаңыз болады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Менің каналымның өсуіне үлес қосқыңыз келсе, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Рахмет.